Ұлыбритания ханшайымы ойнайтын поло спорт түріне қазақтар да қызығуда. Өйткені бұл ойын Орта Азиядан бастау алыпты. Алматының маңында ұйымдастырылған ат спорт түрі жайлы әріптесім Ықылас Тұрсынбек баяндап берсін. Елімізде алғаш рет ұйымдастырылып отырған поло ойыны ең алғаш Аргентинада өз бастауын тапқан. Алайда бойы қысқа пони аттармен ойналатын бұл ойын біздің елімізде өзіміздің қазақи аттармен ойналу үстінде. Абай айтқандай шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ аттардың бұл ойынға жарап қалары анық. Ат үстінде қолға саптая қалып доп қуалаған мына жігіттердің мақсаты біреу-ақ, ол жеңіс тұғырынан көріну. Ұлыбританияда король әулеті ғана ойнайтын бұл ойын дүниежүзілік элиталық ат спорт түріне жатады. Ережесі футболға ұқсағанымен қиындығы бір бөлек. Анық-қанығын білу үшін ойыншылардың өзімен тілдескен болатынбыз. Бір жылдай болып қалды айналысып жатқанымыз, біз жаңа үйренушілеріміз. Бұл жақта атпен адам өзі не болу керек, бірге болу керек. Бұл полада бір ат деген, например, бір чайкерді 7,5 минут ойнайды. 7,5 минуттан кейін бір ат ауысады. Жаны сірі жылқы малының өзі бұл ойында 10 минутқа жетпей болдыратын көрінеді. Жалғыз матчтың өзінде бір ойынға 2 ат қажет ететін полоның ойыншылары да Қазақстан бойынша саусақпен санарлық. Алайда ұйымдастырушылар бұл ойынның шығу тегі ежелгі қазақ даласы деп отыр. Поло ойынның отаны Орталық Азия. Ал бұл ойынның негізін қалаған осы Орталық Азияда мына Ұлы Қытай қорғаны мен Каспийдің аралығын мекендеген көшпенділер болатын. Ал енді сол көшпенділердің ұрпағы бүгінгі таңда алтын діңгегі деп айтсақ болады. Қазақтар біраз уақыт осы шөген ойынын ұмытып қалған болатын. Жалпы шөген, шоған сөздерінің өзінің түбірі шоқпар деген сөз секілді соғу, ұру деген сөзден шығады. Түркіге ортақ бұл ойынның сан ғасыр бойы ұмыт қалғанын ескерген ұйымдастырушы тарап аталмыш додаға тек қана отандық аттарды қосқан. Бүгінгі ойында қатысып жатқан бірде-бір ағылшын тектес немесе Аргентинадан әкелінген жылқыны көре алмайсыз. Барлығы осы Қазақстанда дүниеге келген қолтума аттарымыз. 6 облыстан мен деген шабандоздар қатысқан чемпионаттың бас жүлде қоры 1 миллион теңгені құрайтын көрінеді. Қомақты сыйды жеңіп алу үшін спортшылар жанын салуда. Ал ұйымдастырушы тарап бұл тек бастамасы, жарыстың көкесі алда деп барша жұртты құлағдар етуде. Әттеген жамбылдықтар өз мүмкіндіктерін жіберіп алды. Қақпа алдындағы соққы сәл қиыстау кетті. Негізінде биыл біз халықаралық 2 турнирге қатыспақшымыз. Ол міне біздің Қазақстан поло федерациясы команда жинап Қазақстан атынан барады. Ол біріншіден Иранда болады, одан кейін Германия елінде болады. Осы жігіттер жас өспірім балаларды үйретеді. Ең басында, ең алғашында біз мектептен бастамақшымыз. Ат қайдан пайда болды, оны қалай баптайды, қалай өсіреді, қалай тазалайды, содан бастап осы полоға дейін үйретеміз. Өздеріңіз көргендей поло спорттың ерекшелігі сол саптаяқ пен допты дұрыс ұра білу керек. Және де жылқының көңілін табу да аса бір маңызды рөл атқарады. Ықылас Тұрсынбек, Илья Иванько, Хедлайнер.